Баршаларыңызға қайырлы кеш. Біз кештетіп жолға қарай шықтық. Бала шағамызбен. Қайда бара жатырсың? Не базар? Bir жаққа қарай жолға шықтық. Мама жұмыстан шыққаннан кейін кешкілік бірден жолға шығып кеттік. Ауылға қарай қыздар осылай машинаның артында жатты. Атам, енем, өзімнің 4 бала шағамды алып жолға қарай шықтық. Әжесінің алдында дарын ауылға келгеннен кейін таңғы асымызды ішіп алдық. Ауылда қолдың майы, қолдың наны, өзімізбен бірге капустаны да ала келген болатынбыз. Мама басқан. Осылай дарын барлық бөлмені аралап жүр ғой. Енді кеттік, ыдыстарды жууға көштім. Тез шайдың өзін жинап тастайын деп. Қыстың күні май деген сап-сары болады, қолдың майы. Ауылда қатық барлығы бар ғой. Мына бардақты көрдіңдер ма? Так, жинаймыз. Ауыл деген күшті ғой. Балдар деген адыршы ойнап, қатық, сүт ішіп алды. Үші жинаймыз. Тезде жатқан төсектеріміздің барлығын тасып жинап тастадым. Мына мұздай өлме ғой. Қанша паровой жақса да бұл бөлме жылымайды. Ауылда төсектерде салқын болып тұрады ғой. Осы тезде шулатып бажақ-бажағын шығарып, төсектерді, балалардың шашқан ойыншықтарын барлығын жинап тастадым. Салқын бөлмеге асқабақтардың барлығын қойып қойған ғой. Салат, ана-мынау бәрінің үстінде салқын бөлмеде тұрады. Ауылдық жерде. Қыздармен мен жағаласып дарындыға ойын Қарасаңдар дарынды. Тақта жатқандай жатырған ғой. Көзіңді. Тайник көрші үй жасап жүрді. Әлия әкеуі төсек жасап. Ей, Даринто! Жүр, қыздар. Күшті екен. Молодец. Так, қайын білесі. Мен өшейіндерім. Ойнауды. Так, мынау зал ауылдағы. Неғып болдым, пелесостап болдым. Енді қазір пол жуып аламын, шаң сүртіп аламын. Алда енді осылай ілініп тұрады еді киімдер, жуылған киімдер. Даладағы көрініс күшті ауыл деген. Енді ана қолды жинап аламын қазір. Осы енді қазір қолды жинайын деп жатырмын. Ауылдағы қара шаңырақ, мынау баня, мынау времянка, екі бөлмелі, мынау үлкен үй. Күшті ауыл деген. Алдырып, ажақ қора. Так, бізден ажақта екінші времянка көрінісі осындай енді. Қазір осыларды шамам келгенше жинаймын енді. Бұяқ деген мұздай. Шай. Кеттік жинайық енді. Біраздан кірмеген ғой неққа деген.